Бердібек Соқпақбаев. Жалғасы. Ораз. Жалаң аяқ бала қайырымдылық істеді. Аяжанды Сарыбай ұстаның үйіне ертіп апармақшы болды. Ап-ауыр қара чемоданды да ол көтеріп алды. Өзім-ақ алып жүрем деп Аяжанның бергісі келмеп еді. Бер, мен алып жүрейін деп жалаң аяқ бала одан тартып алғандай болды. Бұл баланың аты Ораз еді. Әке-шешесі осы колхоздың мүшесі, әкесі комбайншы, шешесі мектеп үй сыпырушы. Аяжан мен Ораз жөн сұрасып, танысып та үлгерді. Сен қай класты бітірдің деп сұрады Аяжан. Екіншіні, деді Ораз. Өзіңше? Мен біріншіні бітірдім. Әлгі бала сенімен бірге оқи ма? Қай бала? Әлгі велосипед жетелеген бала. Жоқ, ол 4-ші оқиды, деді Ораз. 4-шіде? Деп Аяжан таңғалғандай болды. Бойы кішкентай, әйтпесе оның жасы менен үлкен, 11-де, деді Ораз. Ал сен қаншадасың? 9-дамын. Мен декабрьдің 11-інде 8-ге толамын, деді Аяжан. Екеуі осылайша тез үйрелісіп, бірін-бірі жатсынбай сөйлесіп келе жатты. Ораздың көзі томпақтау біткен әдемі қара торы жүзіне Аяжан бейілдене іш тартып қарайды. Дала күннің жарқын мол сәулесіне оның қол сирақ, мойны қайыстай болып күйген. Аяжанның табиғаты да қара торыға жақын еді. Бірақ тап қазір Ораздың қасында оны аққұба десе де болғандай. Бұлар келе жатқан беткейден төмен қарай ұзынан ұзақ созылған кең көше. Бір-бірінен аралары ашық қоныс тепкен қыстақ үйлері. Аяжанның мұнда бірінші рет келуі еді. Қала тәрізі сабылып жүріп жатқан жаяулар, ағылған машиналар көрінбейді. Қимыл аз. Кең көшенің әр жерінде шоғыр-шоғыр болып жайылып жүрген қаз үйректер, қақпаларының алдына келіп иесіне мен келдім деп хабар беріп мөңіреп тұрған сауын сиырлар байқалады. Ала күшік сендердің қай үйге бара жатқандарыңды білемін дегендей, алға түсіп ап жортып келе жатыр. Мойнында әдемі сары қайыстан қарғыбауы бар. Үш жағы қылшықтау жарғақ, құлағы жалбаң-жалбаң етіп, әлсін-әлсін артына бұрылып қарайды. Ораз чемоданды басқа екінші қолына ауыстырып жатып, ауыр ғой мынау, не бар деп сұрады. Алма, деді. Жамбыл колхозы мекен еткен бұл аймақта алма өспейді. Алматының дәмі алмалары Оразға жақсы таныс. Оның көзіне қып-қызыл үлкен алмалар елестеп кетті де, таңдайына алманың тәп-тәтті шырының дәмі келгендей болды. Ораздың танауы шып-шып терлей бастағанын көріп, Аяжан чемоданға жармасып, бер, енді мен алып жүрейін, деді. Ораз бермей, Сарыкеңдікі, әне, анау үй, жетіп қалдық, деді. Ыстық құшақ. Тақырып. Жалғасы. Сарыбай ұстаның үйі іші кешкі абыр-сабырда түгелдей есік алдында болатын. Жұмыстан кеп, жуынып киім ауыстырғаннан кейін қарияның өзі екі тостаған қымызды сылқытып алып, терезе тұсындағы орындықта балапанмен теректердің саясында демалып, шылым шегіп отырған. Аяжанды ол басқалардан бұрын көзі шалып, тани кетті. Ой, әке, мынау Аяшым ба келе жатқан, деп таңырқап, балаша мәз болып орнынан ұшып түрегелді. Сиыр сауға қамданып жатқан Мерует апай, самауырдың отын үрлеп тұрған ересек қыз Батима, допқа таласып шырылдасып жатқан 8 жасар Шолдаң, Нұрдәулет пен 5 жасар қаспақ танау Зәуре түгел елең ете қалысты. Соңғы екеуі Аяжанды бұдан бұрын көрмеген. Бірақ атына қанық. Батима бас болып, ол үшеуі Аяш, әпке, Аяжан десіп, улашып шулап, бірін-бірі баса көктеп лап қойды. Аяжан бұл кезде атасының құшағына сүңгіп те үлгерген еді. Сарыкең оны сәбидей тік көтеріп алып, бауырына басып,
құшырлана сүйіп жатыр. Қап-қара мұрты Аяжанның бетін жыбырлатып жіберді. Жаным, қоңырқозым, қалай келіп қалдың? Кімге ілесіп келдің? Автобуспен өзім жалғыз келдім. Мамам автобус станциясына ертіп әкеп отырғызып жіберді. Сіздерге телеграм бердім деп еді ғой, неге қарсы алмадыңыздар? Телеграм алғанымыз жоқ, деді Сарекең. Меруерт пен Батимада телеграм келген жоқ, әкелген жоқ деп жатыр. Аяжанның өзім жалғыз келдім деуі мұндағы жұртқа осал ерлік болып көрінбеді, және қадірі де арта түскендей болды. Аймалаған бір құшақтан ол бір құшаққа ауысты. Шөпілдетіп сүйген еріндер, әлгіндегі жатырқау үркеу сезімдері Аяжанның бойынан қолымен сылынғандай жоқ болды. Әпке, сүйгіші, маған да сүйгіші деп Зәуре шыр-шыр етеді. Аяжан бетін тосты. Зәуре оның бетін аузымен сүйді де танауымен тырнап өтті. Дегенмен осының бәрі Аяжанға соншалық жақын бауырмал еді. Жалғасы бар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лүпіл басып пікір қалдыра отырыңыздар.